Баршаңызға сәлем достар, бүгін біз осындай бисквитный торт дайындаймыз. Ең алдымен біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. 10 жұмыртқаға 300 грамм құмшекер қосып миксерлейміз. 26-лық формада жасағандықтан 10 жұмыртқа пайдаландым. Описанияда 22-лік формада жасалатын бисквитті қалдырып кетемін. Дәл осы рецепт, бірақ 2-ге бөліп жасаймыз. 2-3 минутта миксерлейміз, 2 есе ұлғайған шамасы қажет. Енді ұнға 1 шай қасық разрыхитель қосып, араластырып, жаңағы массаның үстінен қосамыз. Ұнды 3 немесе 4 бөлікке бөліп қосамыз. Сол кезде біздің бисквитіміз жақсы көтеріледі. Лопаткамен төменнен жоғарыға қарай араластырамыз. Миксерлемейміз, мүлде миксерлемейміз. Тек лопаткамен жұмыс жасаймыз. Тесто дайын болды. Енді 26-лық формаға тестаны құямыз. 180 градуста 40 минутқа пісіріп аламыз. Пешті мүлдем ашпаймыз. Өзіміз пісті деген уақытта ғана ашып көріп аламыз. Піскен соң суытып аламыз. Суыған соң ғана онымен жұмыс жасаймыз. Осылай 2 немесе 3 бөлікке бөліп, кесіп дайындап қоямыз. Кремін дайындаймыз. Творожный сырға қант ұнтағын қосып миксерлейміз. Оның үстінен сливки қосып миксерлейміз. Достар, біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар инстаграмымызға да жазылыңыздар. Описанияда қалдырып кетеміз. Осындай крем шығуы қажет. Енді су мен құмшекерден жасалған сиропты бисквитімізге жағып шығамыз щеткамен. Сол кезде біздің бисквитный тортымыз ылғалды болып тұрады. Бұны қоспасақ та болады, бірақтан тортымыз құрғақ болып қалады. Сиропты қосу міндетті түрде емес. Енді істеген кремімізді мешокқа салып, құйып, дайындап жағып шығамыз. Видеодағыдай етіп түзулеп жағып шығамыз. Қалғандарын да дәл солай жасай береміз. Видеодағыдай етіп жасасаңыздар, сіздердің торттарыңыз дәмді болып шығады. Достар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар инстаграм каналымызға да жазылуды ұмытпаңыздар. Инстаграм каналымызда осы торттардың қалай шығатындығын көрсетіп отырамыз. Міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Тортты кольцодан шешіп алған соң жан-жағына кремдерді жағып шығамыз. Сосын ғана бетіне жағамыз. Бетіне көп крем жағудың қажеті жоқ. Осыдан қалған кремдерді жағамыз. Сосын құрал жабдықтармен тортымызды дұрыстап, түзулеп, әсемдейміз. Шпательдің көмегімен дұрыстап дайындаймыз. Енді әркім өз қалауынша әсемдейді тортты. Біз шоколадты ертіп, осылай қасықтап құйып шықтық. Сіздер де осылай жасасаңыздар болады. Біздің тортымыз дайын болды. Сіздерге ұнаса, біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.